Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қарастыратын тақырыбымыз цилиндрдің қималары. Алдымен бізге бірінші берілген цилиндріміз берілген. Осы цилиндрдің осі O1, O1 O кесіндісі ол цилиндр осі. Осы арқылы өтетін жазықтықпен қиятын болатын болсақ, осы цилиндрдағы жазықтықтың бөлігі, мына бөлік, ол осьтік қима деп аталады. Яғни осы ось арқылы өтетін. Бұл осьтік қимамыз көбінесе тік төртбұрыш болады. Яғни тік төртбұрыш белгілесек, А, Б, С, Д тік төртбұрышы. Бұл ось арқылы өткендіктен бұл осьтік қима болып табылады. Келесі енді берілген цилиндрдің осьтік қимасына параллель болатын да қима бар. Ол қалай? Мысалы, шеңбердің берілген табан жастығындағы центрінен радиус жүргізетін болсақ, радиусы R-ға тең. Және мына аралықтағы да бөлігіміз радиус. Яғни ұзындықтар тең. Осы арқылы өтетін. Және осьтке параллель болатын. Яғни ол бізде табан жастығында радиусыз мына аралықта, екінші радиусыз мына бөлігінде. Сонда табан жастығында мынандай фигурамен де қиып өтеді. Бұл қимамыз да тік төртбұрыш болады. Яғни бұл қима да осы жастықпен қиып өткенде де берілген оське параллель болады. Бұл да тік төртбұрыш болады. Яғни оның ұзындығы және биіктігі, ені мен биіктігі бар фигура. Бұл да қима тік төртбұрыш болады. Яғни белгілесек А, Б, С, Д. Қимамыз тік төртбұрыш. Осьтік қимамызда А, Б, С, Д тік төртбұрышты. Бұл осьтік қима. Осьтік қима. Яғни тік төртбұрыш. Келесі бізде А, Б, С, Д осьтік қимаға параллель. О1-ге параллель. Бұл да қима болып табылады. Бірақ цилиндр еске түсірсек, цилиндрдің осы бөлігінің осьтік қима арқылы өтпейтін, осы арқылы өтпейтін, кез келген осьтіне параллель болатын қималардың барлығы тік төртбұрыш болады. Келесі, енді осы O1O түзуі болатын және осы оське перпендикуляр болатын қималар әрқашан шеңбер болады. Яғни ол біз мына шеңбердің бөлігінде көрсететін болсақ, осындай дөп-дөңгелек болады. Мынандай жазықтықпен қиып өтеді. Яғни бұл жазықтықты біз кез келген H деп қарастыратын болсақ, бұл айналу осі O1-ге перпендикуляр болады екен. Яғни осы бөлікпен қиғандағы жазықтығымыз цилиндрде қалатын бөлігі тек дөңгелек болып табылады. Келесі қиманың тағы бір түрі, енді ол оське перпендикуляр болмайтын, бірақ осіне қандай да бір көлбеу жасап қиласатын фигура эллипс деп аталады. Яғни оның бергі бөлігі және арғы көрінбейтін бөлігі. Бұл да цилиндрдік қима болып табылады. Бірақ бұл оське перпендикуляр емес. Онда бұл қима цилиндрде эллипс деп аталады. Балалар, біз сіздермен қарастырдық цилиндрдік қималарды. Келесі кездескенше сау болыңдар.